Бұл доллардың жалпы енді қазір осы тақырып сол болып тұр ғой. Доллар поднимается, выше болып отыр ғой қазір. Мен енді бір түсінгенім, біз осы қазақ елі әлем бойынша ең сабырлы халық деген номинацияны біз жеңіп алған екенбіз. Ең сабырлы халық біз қазақтар екенбіз. Әлем бойынша осы дағдарыс болды, бүкіл әлем бойынша доллар көтерілген. Қазақ елінде ғана осылай тыныш болған екен ғой. Басқа әлем секілді көшеге шығып демонстрация деп, деп ештеңе істеген жоқпыз біздер. Өйткені журналистер келген екен, Англиядан журналистер келіп, Қазақстанда девальвация болайын деп жатыр екен. Айдалада тұрған Англияда біліп тұр біздің Қазақстанда девальвация болайын деп жатыр. Біз де білдік қой, біз де өзіміз айтып жүрдік қой, доллар көтерейін деп жатқан көре, доллар көтереді, доллар. Бірақ қай күн екенін айта алмаймын деген секілді. Англиядан келген, таң атады, алдында бір девальвация болды, білеміз. 187-ден доллар бірден 260-ға барды. Журналистер күтеді, не болады екен деп. Сөйтсек, көшеде қазақтар спокойно жүр дейді да барлар. Кім спокойно, обменникке қарап, мә доллар көтеріліп кеткен ба не? Доллар көтеріліп жатыр. Естідің бе, доллар көтеріліп кетті ғой, доллар. Журналистер таңғалып қалып, не жазамыз деп жаңағы. Көшеде кетіп батырған жаңағы бір қазақтан сұрайды дейді, доллар көтеріліп жатыр, 260 болған, не дейсің десе, ана қазақ айтады дейді, бұл іштен емес, әлі 360 болады дейді ғой деп жаңа спокойно жүр дейді. Риза болған ғалар, жағасын ұстаған ғой, не деген сабырлы халық деймін, да молодцы бар ғой, мынандай ұлт көрген жоқпыз деген ғой өздері. Мен бір жерден оқығанды айтып тұрмын. Біз қазақ негізі қымбаттағаннан қорықпаймыз, біз арзандағаннан қорқамыз. Біз қымбаттаса одан сайын қуана береміз. Арзандаса қорқамыз. Мысалы қазақ қайтшы, мынау машинасын сатам деп жатыр. Салонда 60 мың доллар тұрады. 20 мың долларға берем дейді. Алып алсайшы десе қазақ айтады. Документ дұрыс емес шығар дейді. Біз сенбейміз арзанға, сенбейміз. Одан да бар салоннан сатып алайын 60 мыңға. Зато 5 жыл рахаттанып жүрем дейді. 5 жыл ол кредит төлейтін есінде жоқ та өз жағы. Или біреу айтса жаңағы мынау үйін сатып жатыр, 120 мың доллар тұратын үйін 60 мыңға берем дейді. Сатып алшы десе қазақ айтады, қойшы ұрланған үй шығар деп біз сенбейміз бар ғой. Біз арзан затқа сенбейміз. Дүкенде жүргенде де қазір тауарлар қымбаттап жатса да біз бүйтеміз. 100 теңге тұратын затың 120 теңге болып кетсе, біз нормальный взглядпен қараймыз. Мә 120 болып кетті ғой жем. Кеше 100 еді. Мә мынау 75 еді, 85 болып кетті ғой аға. Мә мынау кеше 20 теңге еді, құрсын мынаған дейін қымбаттап кетті ғой деп. Ал егер сол 100 теңге тұратын затың 80 теңге болып кетсінші? Мынау неге арзандап кеткен? Мынау неге арзандап кеткен? Тұрып қалған ба не? Качествосы жоғалды ма әлде? Жоқ, просто арзандап жатыр. Қойсын алмаймын, качество сонша емес шығар, қымбатты қайда 300 миллион. Біз өзі сондай бір арзан заттан гөрі қымбат затты жақсы көріп тұрамыз, өзі расымен сондай. Біз енді доллар көтеріліп жатыр дейміз. Қазір кетіп жатыр, кете берсінші сол доллар бар ғой. Кете берсінші бар ғой. Ақ жолын төсеп, артыңа қарама деп шығарып салу керек ойдың бар. Баршы айналайын, баршы деп, евроны бірге алып кетіндерші, бар кетіндерші деп. Жыл сайын осы әңгімеміз осы доллар көтеріп, доллар түсті, доллар көтеріп. Өзіміздің төл теңгеміз бар. Үйде де машинанда теңгемен алайық, теңгемен сөйлейік. Солай емес пе? Не керегі бар доллардың бізге? Рубль жүре берсін, оны тіпті ешкімге зиян жоқ. 5-тен аспайды өзі, 3-те 4, 3-те 5, 3-2, 3, тіпті ешкім қарап жатқан жоқ оны бар ғой, 3-те 1-ден 3, 3-те 2, 2-1-ден 3-те 5-тен аса алмай тұр ол, прыжок істей алмай тұр да 5-тен ары қарай жағы. Жүре берсін, оның бізге қатысы жоқ. Сондықтан да мен өз басым ойлаймын, қандай теңге болсын, өзіміздің теңгемізге жететін ештеңе жоқ, доллар көтеріле берсін. Сондықтан да мен енді жалпы және тағы осы бір мереке қарсаңда осы бір концертті беріп жатқанымыз өз басымыз өте қуаныштымыз. Қазақ хандығының 550 жылдығы құтты болсын деймін. Осындай міне ел бармыз. Аллаға шүкір, аталарымыз батыр, хан болған. Мен енді мына 550 жыл десе, жалпы түсінеміз. Гүл алып жіберейін. Рахмет сізге. Қазақ хандығының биыл енді 550 жылдығы. Енді осы отырған барлығымыз, енді ханымыз қазақ деп тұр соғып тұрған, енді экран алдында отырған көптеген жастары бар шығар. Жалпы қазақ хандығының 550 жылдығын көп түсінбей жатқандар да бар. Ол қалай 550 жылдық, сонда қалай деп. Мен сіздерге заманауи тілмен түсіндіріп берейін соларға. Бүгінгі осы заманауи тілмен түсіндіріп берейін қазіргі жастарға, бизнесмен жастар бар. Осыдан 550 жыл бұрын Жәнібек пен Керей деген екі жігіт
Талас өзені мен Шу өзенінің арасында бүкіл ипылардың басын қосып тоо құрған. Ипі Қоңырат, Ипі Дулат, Ипі Қыпшақ, Ипі Найман. Негіз Наймандар ол кезде тоо болған, олар көп қой. Просто налогты көп төлемеу үшін Ипі болып жүрген ол кезде. Сөйтіп үлкен тоо құрған. Тоо бір күндердің күнінде ішінде өздерінің ипылардың арасында үшке бөлінген. Ұлы тоо, орта тоо, кіші тоо болып. Сөйтіп уақыт өтіп келген кезде Абылай деген бір ақылды жігіт қарап тұрып, үш тооның біріктіріп ауа құрған. Оны Ұлытауда құрған. Содан кейін қалу керек, үш тооның басы қосылған Ұлытау деген жер сол қазір. Сөйтіп Абылай акционерлік қоғамның басқарып жүрген уақытта неше түрлі қазір жұмыс істетпей жатқасын, неше түрлі жон пол, қал пол дегендер жаңағы қалмақ жоңғарлар. Сосын Екатеринаның акционерлік қоғамына барып қосылған. Акционерлік қоғамды аман-есен алып қалу үшін. Сосын 91 жылы Нұрсұлтан деген патшамыз келіп, оны алып, корпорация қылады, корпорацияны әлемге атақты қылып, үлкен компанияға айналдырды міне. Міне осындай елде тұрып жатырмыз ағайын. Аллаға шүкір. Біз енді қазір доллар көтерілді дейміз. Мейлі көтеріле берсін доллар. Біздер қазір тек долларды байқаймыз, бензинді байқаймыз, доллар көтерілді, бензин көтерілді дейміз. Мен айтам кей кезде бар. Хорошо, что зарплата көтерілмей тұр. Зарплата көтерілсе не істейміз деймін. Доллар секілді зарплата көтерілсе ойлап көріңіздерші. Таңертең жұмысқа келдің да өзің шоксың да, менің зарплатам 80-ге көтеріліп кетті. Үші түстен кейін 120 болады деп жатыр бастық. Кешке 360-ға дейін көтеріледі деп жатыр, мен зарплатам не істеймін деп жүрсе, қандай керемет деймін да, я. Мейлі көтеріле берсін. Біз тек долларды осы бензиннің көтерілгенін қараймыз. Біздің спортсмендер көк байрағымызды көтеріп жатыр, нағып біз байқанбаймыз деймді. Футбол командасы Астана қалай көтеріліп жатыр, оны нағып байқанбаймыз біздер. Біздің мысалы қаз қарап отырсақ әлемге футбол Астана клубы деймді. Бұрын соңды болмаған Лига чемпионлыққа шықты ғой. Лига чемпионлыққа шықпас бұрын Апоэл деген командамен ойнап, соны жеңіп, Лига чемпионлыққа шыққан кезде ой, бөркімізді аспанға лақтырып, қуанарымызды білмей қалдық қой. Ана басқа футболисттер жеңіске жеткенде күшті қуанады ғой. Біздің футболисттер жеңіп көрмеген бе, қалай қуанарын білмей қалдық ғой. Бір-біріне қарап қалды ғой, паника ұстап. Не істерін білмей, құшақтарын білмей, бір-бірін көтерерін білмей жаңағы. Қалған футболисттер жеңсе, өу. Біздікілер бір-біріне қарап кетсе, жеңіп кетті. Риза болып қалдық еді бар ғой. Астана клубы, мына Астана командасы статистика бойынша биыл жыл басталғалы бірінші таймнан вообще жеңіп көрмеген екен. Вот екінші таймда көбіне жеңіп қалады, я гол соқтырып алады. Бірінші таймда 0-0 немесе 1-1, немесе жеңеді. Екінші таймға келгенде беріп қойып. Мен айтам да, тренерін айтам да, тренер. Ана ойнап жүрген 11 футболистке айтпай ма? Екінші тайм деп айтпау керек оған. Мынау да бірінші таймды көрек. Екінші тайм ойнамайсың, мынау да бірінші тайм. Көрерменнің сұрауы бойынша тағы бірінші тайм ойнайсыңдар деп жаңа. Менің өз басым өзім ойым. Мысалы біз енді не керек, өзі бір керемет халықпыз, Аллаға шүкір. Біз қазақ халқы қай заман болсын, қай уақытта болсын, біз сабыр, төбе сары алтын деген халықпыз. Осы сабырлығымызға беріп жатқан шығар Алла тағала деп ойлаймын. Біз осындай сабыр болып, әрқашан бір-бірімізді көтеріп жүрейік. Қазақ бір-бірін көтерейік, доллар көтеріле емес, бір-бірімізді көтерейік. Біз мына қазақ халқының, мен сол жақында бір естіген даналығы соншалық, бір табақ ет алдына қойған кезде қазақ үлкен аталардың алдына қойған ғой, сонда аталарымыз үй ішіндегі болып отырған проблеманы қойдың бір басымен, жан басымен, құйрық бауырымен шешіп берген екен. Мысалы қойдың басын алады да, біз не істейміз? Құлақты бірінші кесіп алады да балаға береді. Оны неге балаға береді? Балдар кезінде сол құлақты алған кезде қызарған, ұялғаннан. Қазір қуанады ғой, маған құлақ беріп жатыр деп. Бұрын қызарған. Өйткені неге берген? Ана балаға айтқан, ана әжең мен мамаңның ортасына құлақ болмайын алайын. Сөздерін бір-біріне тасыма, мә деген. Таңдайды, қазір әнші бол дейді. Бұрын өсек айтып жүргендерге берген. Тақылдамай ма, таңдай ма. Көзді үлкендерге берген. Көрген нәрсені көрмеген болып жүре бер. Қайтесің шаруаң қанша қартайдың ғой, 30 ай шүйде деген секілді жана. Алына құйрық бауырдың өзін керемет. Бізде құда-құдағиға береді. Дұрыс, құда-құдағиға берген қазақта. Оны білген. Әсіресе бауырды құдаға берген. Бауыр болайық, бауырмал болайық, туыс болайық. Құйрықты құдағиға берген. Ана жастардың өміріне араласпай, құдағи.
құйрықтай жұмсақ болып жүре берейік деген ғой жаңағы жалпы айтқым келіп тұрған сол.